Қазақстан азаматтары Алматы қаласынан кеше шыға алмай әлек болса, бүгін кіре алмай әуре. Ел тарихында алғаш рет Алматы, сонымен қатар Астана қалалары оқшауланды. Бүгінгі бас шаһарлар бейне бір бөлек республика сияқты, шекарамен қоршалған. Көлік пен адам қозғалысы шектеу үшін арнайы блокпосттар орнатылған. Елордада 6 қадағалау бекеті, Алматыда 27 бекет жұмыс істейді. Санитарлық эпидемияға қарсы шаралар күшейді. Алматы қаласы әкімінің орынбасары Ерлан Қожағапанов 22 наурыз түнгі сағат 12-де қала толық жабылады дейді. Қалаға кіргісі келгендер немесе шығаттар осы уақытқа дейін Алматыға кіріп немесе қалана шығып үлгеруі тиіс. Бірақ Алтын Ордада орнатылған блокпосттан өту бүгін оңай іс емес. Бекетте полиция қызметкерлері әскери адамдар қорғанысты күшейтті. Облыстан қалаға бет алған әрбір көлік, әр азаматтың құжаттары тексеріледі. Қалада тіркелген тұрғындар немесе жұмыс орнынан рұқсат қағаз барлар ғана шекараны кесіп өте алады дейді. Салдарынан қалаға кіре берісте адам шошырлық кептеліс орын алды. Халыққа карантин жарияланып, қалаға кіру туралы хабарланып ескертілгенімен, олар жалпы нормаға бағынғысы келмей жатыр. Қазір мен осындамын, жағдай тұрақты, деді полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек. Алматы облысында, әсіресе қалаға жақын маңда тұратындарды түсінуге болады. Жалпы нормаға бағыну аса қиын. Шұғыл түрде карантин жариялана салды. Жұмысы Алматыдағылардың күнкөрісі бір сәтте нашарлап кетті. Еш қайда шықпа, үйде отыр дейді. Бірақ отбасы үйде ауа жұтып, қарын тойдырмайды ғой. Жарайды, көреміз. Бастысы деніміз сау болсын ағайын. Алматы қаласының әкімі Қазақстан президенті жанындағы төтенше жағдай режимінің қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі Бақытжан Сағынтаев бақ арқылы Алматы тұрғындарына үндеу жасады. Ол қалада карантин қалай жұмыс істейтінін түсіндірді. Сағынтаевтың сөзінше, қала көшелері мен тротуарлар, қоғамдық орындар мен тұрғын үйлер дезинфекцияланады. Алматы аумағына адамдардың және көліктердің кіріп шығуы шектеледі. Қаланың кіре берісіне 27 блок-бекет орнатылды. Алтын Ордада аяқталатын кептеліс мына жерде басталады. Іргелі ауылына бұрылыс бар, осы жерде келеді мәшинелер, болып тоқтайды осында. Сосын мәңгілікке қалады. Немесе екінші жол жасап, ары қарай бірнеше 1 километрден кейін шамамен мүлдем жол тоқтайды. Мына жер ашық, сәл жүрсек полиция қызметкерлерінің машинесін көреміз. Сол жерде алда кептеліс бар екендігін ескертеді, оған қоса құжаттар тексереді. Меніңше қалада тұру құжатын және жеке куәлік әлбетте, сосын жұмыстан рұқсат қағазы болса соны қарайды. Артқа кетіп бара жатыр кісі. Бір бағытта көліктер қозғалу керек, бірақ кері қайтып жатқан машинаны анда-санда көріп қалуға болады. Мына жақта құрылыс жол жөнделіп жатқан, ол жұмыс тоқтап енді қыза бастаған кезде қайтадан кідіріс бола ма деп ойлаған, бірақ мына бетонның артында бірнеше жұмыскерлер қызмет етіп жатқаны көрінеді. Бірақ бүгін шыға алмайсың қаладан. Осы жерде полиция машинелері және алда қаладан шыға алмайтын түсінгендер кеш болмай тұрып бұрылып кете алады. Дегенмен Алматыға бүгін іргелі ауылы арқылы айналып кіргендер де бар. Олардың айтуынша жолда ешқандай кедергілер шықпаған. Керісінше қалаға кіру және оның ішінде жүріп тұру қазір жеңілірек бола түсті. Қала ішінде адам аз. Тұрғындардың басым бөлігі үйден шықпауды ұйғарды. Алматының басты екі проблемасы кептеліс пен ауаның ластануы осылайша шешілген сияқты.